Енді Иранның мұнайының көп бөлігін Қытай алып отыр, Ормуз бұғазы Иә. арқылы. Ресей қару-жарақ беріп отыр және Ираннан шахет дрондарын алып Украинаға қарсы қолданып жатыр. Енді Ресей Сириядан айырылды, енді Кубадан айырылатын түрі бар. Неге осы Иранға келген кезде осы Қытай мен Ресей бір ақырып үн қатпайды, әлде жасырын түрде қол ұшын созып жатыр ма? Иранды құтқарып қала ала ма одақтастары? Енді Ресей, Иран, Қытай, жалпы Венесуэла, Солтүстік Иә. Корея, осы бес мемлекет ұзақ уақыт бойы жаңағы өзара геосаяси ойындарда бірлесе әрекет еткенін біз байқап отырмыз. Иә, кейбір тұстарда әлбетте мүдделері жаңа сәйкес келмеуі мүмкін, алайда бірақ көп жағдайда геосаяси шиеленістерде, Біріккен ұлттар ұйымының дауыс беру процесінде және тағы да басқада бұл мемлекеттердің жалпы бір позицияда екені байқалды. Дегенмен де қазіргі уақытта бұл қақтығыстар көріп отырғанымыздай Иранды ашық қолдау ол Ресей үшін де Қытай үшін де мүдделік тұрғыдан өте қауіпті. Неге? Себебі қазіргі уақытта Ресей егер Иранды ашық қолдайтын болса, Америка құрама штаттары Трамп әкімшілігінің жаңағы Ресеймен енді орнатып жатқан байланысына бұл нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл бір. Яғни Америка құрама штаттары ондай сәтте Ресейге қарымта жауап ретінде Украинаға көмекті күшейтуі ықтимал. Қару-жарақтың түрлі басқа да жаңағы түрлерін сату және тіпті жаңағы Европа мемлекеттерін Украинаға көбірек қару беруге мәжбүрлеу деген сияқты осындай бір позицияны ұстануы мүмкін. Сондықтан Ресей билігі әлбетте Иранға көмек беруге тырысады, алайда оны ашық түрде жария негізде жасамайды және аз-аздан енді жаңағы одақтастықты Америка құрама штаттарымен енді орнап жатқан байланысты үзіп алмайтын деңгейде көрсетуге тырысады. Дәл сол сияқты Қытайдың да біз жаңағы Иранмен жақсы байланыста екенін білеміз және Қытайдың көбінесе көрсететін көмегі ол Пәкістан арқылы Иранға жөнелтіп жатыр, ал Пәкістан осы аймақтағы жаңа Қытайдың негізгі одақтас мемлекетінің бірі саналады. Бірақ Қытайда ашық және өте бір жаңағы былайша айтқанда ашық жария түрде қимыл жасаудан сақтанады, себебі бұл жерде біріншіден Қытайдың экономикалық мүддесіне нұқсан келтіре алатын Америка құрама штаттары өзге де маневрларды жасауы мүмкін. Яғни Иранның мұнай Қытайға мүлде жаңағы бармайтын әдіс тәсілдерді, соққыларды, бұғаттау әрекеттерін, танкерлерді басып алу және тағысын тағылар деген сияқты сценарийлар жүзеге асыру мүмкін. Бұл бір. Екіншіден Америка құрама штаттары жауап ретінде Тайуанды қолдау операцияларын, Тайуанды қолдау миссияларын күшейтуі ықтимал. Сондықтан осындай бір тәуекелдер бар сәтте Ресей де ақш та Иранды ашықтан ашық және жария түрде менің ойымша қолдаудан жаңа алшақтайды.